Сәлем көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі сіздерге көрсететін видеодағы главный персонаж бұл Монстера альба. Яғни Монстера делициозная деп қояды. Яғни мынандай жыртылып өсетін Монстера гүлінің альба, яғни осындай жасыл түске ақ түстің енуі, яғни пятно деп қояды. Дақтардың енуі сол сорт береді. Яғни мынандай жап-жасыл, негізі Монстера обычно осындай бөлініп өсетін, осындай жап-жасыл болады. Соған осындай ақ түсті бергендіктен варигатный ала жапырақты Монстера варигатный альба деп қояды. Бұның сортының өзі альба. Бір жапырағы бір жапырағына ұқсамайды. Әрбір крастарының, яғни краскасы әр қалай. Енді бұл да бір Алланың жаратылысы. Егер осындай альбаны отырғызу толық қанды видео басынан аяғына дейін не істеу керек, не қою керек, толық опытыммен барлығымен осы уақытқа дейінгі сіздерді бөлісем. Камераның алдына жайғасып отырып алыңыздар, және де тіркелмеген кісілер менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыра беріңіздер, басқа видеоларымды көре беріңіздер. Постоянно мені көріп жүрген кісілер білет, мен каналымда жоқ, және де ерекше гүлдердің күтімін өзім тәжірибеден өткізіп, тәжірибе өткен уақыттан кейінгі барлық тәжірибемен сіздермен бөлісіп отырмын. Бұл Монстера альба сорты тайский, Таиландтан келетін сорты болады, және де Голландиядан келетін сорты болады. Қытайда бұны өсіреді. Бірақ та тайскийдің бір жаңағы сортының ерекшелігі өте қатты үлкен дәу монстр жапырағы, яғни қабырғаның жартысын алатындай, жапырақтары бір адамның денесіндей болатындай болып көбінде өсе бермейді. Ол тайскийдің өзі екі сортқа бөлінеді. Маленький түрі и большой түрі. Яғни жапырақтар үлкен болып өсетін, еще жыртылып өсетін. Мынаның өзі менің екі алақанымды құрайды, мына жапырақтың өзі. Бұл үлкен сорты, яғни үлкен монстр болатын, еще варигатный сорты. Так, бұл тайский. Яғни бұл Таиландтан келген, голландиялық емес. Соны анықтап ашып алып, әрі қарай уже отырғызуды сіздермен бастаймыз. Қараңыздар, фитиль қолдан жасалған, стаканчикке стакан кигізіледі. Мына стакан кигізілген кезде міндетті түрде өте жеңіл қозғалатындай еркін болып тұру керек. Бір-біріне тірестер қатты бүйтіп нығыздалып тұрмау керек. Біріншіден, қолдан фитиль жасайтын кісілерге. Екіншіден, міне тамырларын көріп тұрсыздар, уже барлығы өсіп кеткен, екі түп тұр бұл жерде. Кәдімгі мен үлкен тайский монстераны алып, мен бұны қидым. Қиғаннан кейін қалай тамырлатқаным барлығымен сіздермен бөлсем. Соны екі түбін осылай отырғыза салдым. Осыдан екеуі қалай, қандай тамыр, қаншалықты берген қазір ашып көреміз. Және де бұны тура өзінікі сияқты, бірақ та осындай фитильный полив құмыраға отырғызамыз. Біреусін осы стаканда қалдырамыз, біреусін осы құмыраға отырғызатын боламыз. Енді қараңыздар, ең біріншіден Монстера альба болсын, жалпы Монстера болсын, негізі осындай бір ғана жапырақ. Мысалы, мынау бір жапырақ. Осы бір жапырақтан өскені ар жағындағы екі, міне мынауына қосқан кезде үш жапырақ. Негізі бір жапырақты қылып алу үшін сіздерде үлкен опыт болу керек. Жоқ дегенде новичоктар 2-3 жапырақ қалдырып, бір жапырақ, екі жапырақ, үш жапырақ қалдырып барып қиып сөйтеді. Енді менің қолымнан уже қаншама тәжірибелі варигатный болсын, обычный монстера болсын өткеннен кейін мен сразу рисковать етемін де бір жапырақтан тамырлатып ары қарай өсіре беремін. Осылай бір жапырақ болып тұрады. Бір жапырақтан әр жағынан осындай өскін, мына жағынан өскін шығады, аяқтан воздушный тамыр шығады, астынан тамыр береді, сонымен ары қарай өсе береді. Бұның топырағының құрамын сіздерге анықтап айтам, толыққанды біліп алыңыздар. Енді қараңыздар, менің құнарлы топырағым, мен барлық гүлге болады деп сатылымдағы топырақ құрамым, бұл құнарлы топырақ 7-8 компоненттен құралған. Құнарлы топырақ, доллардікі энергия топырақ деп алмастырдым атын, себебі долларды зерттеген үстіне зерттегенде, прямо көбісі айтады, долларды жай өседі, сондықтан прямо отырғыза салып, жай қалып, тез-тез стрелка беріп өсіп кететіндей жағдайға жеткізсем болады ма деген сұрақпен топырақты мен әлі зерттеп жатырмын.
топырақтың құрамдарына тәжірибе өткізу мақсатында. Енді қараңыздар, бұның ішіне 7-8 айға жететін осмокот қосылған. Құнарлы топырағым, ішінде перлит, вермикулит, циолит, диатомит, одан кейін мынау пеностекло и древесный уголь бар. Мына осы жерде осмокот, сосын стартовый витамин қазір қосатын боламыз. Соған мен универсальный топырақ қосам. Енді оны өздеріңіз консультацияға шығып, менде 1 литрге қанша қосамыз, 2 литрге қанша қосамыз, 10 литрге қанша қосамыз, мынау менің монстерім, бұған қанша қосам деп барлығын сұрап аласыздар. Құнарлы топырақ менде $1 деп специально дайындалып қойылған. Осыған мен монстераны отырғызатын болдым. Міне универсальный топырақ қостым, және де шымтезекті торф топырақ, бұл бізде нейтральный, яғни қышқылдық деңгейі аз. Универсальныйды қалай қостық, торфты да тура сондай мөлшерде қосасыздар, 1:1. Бұлай айтқан кезде сіздерде ішіне қосатын құрам, мына перлит, сондай циолит, солар доллардікіндей көп болып кетпеу керек. Мейлінше компонент қосатын құрылымымен, яғни қосатын топырақта құрамымен, мына топырақ екеуі 50-50 жүру керек, яғни 50-50. Топырақ екі түрлі нейтральный, универсальный, және де қосатын қоспа перлит, циолит, диатомит дегендер екі жаққа бөлсек, екеуі де 50-50 жүру керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, міндетті түрде қосу керек бізге мелкий мынандай қара, өте майда. Мен негізі майданы көбісі қоса бермейді, бірақ мен қосам. Және де осындай средний фракциялық екі түрлі қара қосам. Мен не үшін кислый торф топырақ қосқан жоқпын, себебі ол қышқылдық деңгейін көбейтіп жібермес үшін. Бұл ароидный тұқымдастарының бір жақсы қышқыл топырақты жақсы көреді. Бірақ та мөлшерімен. Ол қышқылдық топырақтың деңгейін ең жоғарғы жақсы көретін бізде фикус. Қышқылдық топырақтарды жақсы көреді. Сондықтан фикустың кез келген сортын, әсіресе робуста сорты, черный принц сорттарын, сондайларды қышқыл топыраққа отырғызсаңыздар күшті көтереді. Сондықтан мен 50%, яғни 50% қышқылдық деңгейін сақтау мақсатында тек қара қолданып жатырмын. Қышқылдық деңгей жоқ, нейтральный торф топырақ. Міне осындай керемет топыраққа сіздер кез келген монстераның сортын отырғыза бересіздер. Манки маск бар, варигатный бар, жалпы обычный. Сосын көбісі сұрайды, фитильный полифте астына пеностеклосын қалдырамыз, өйткені осы стаканда қалдырам. Стаканды жуып тазаламаймын, өйткені астында плесендер болады. Бұл плесендер ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Егер сіз гүлді дұрыс отырғызған болсаңыз, онда сіз плесеннен қорқпайсыз, өйткені бұл қосымша қоректік зат болып есептеледі гүлге. Егер сіз дұрыс отырғызған болсаңыз, фитильге бұл қосымша зат болып есептеледі. Сондықтан плесен болған жерде ондай көгеріп жатыр, сасып жатыр деп ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Егер сіздердікі фитильсіз, мысалы фитильный полифтер жоқ, сіз өзі дұрыс, міне фитильный полифтің шнуркасы қаншама тамыр маған жабысып тұр. Сосын обычный монстераға қараған кезде варигатный осы альба сорты ешқандай стрессті көп алмайды. Екеуін салыстырғанда көп алмайды бұл варигатный сорты. Қараңыздар. Осылай бөлем, өйткені тамырлары қалай, солай бөлем. Ағаш қараға байланып қалған тамырлар тұтас болып, міне. Міне, қараңыздар. Осылайынан мынау бір жапырақты. Мынау бір жапырақты. Мен әдейі мынау жыртық сақтасын деп қидым. Одан кейін менде суда тамырланды. Ешқандай топыраққа, ешқандай бір чудо-моды ештеңе қосқан жоқпын. Біліңіздер, монстераның қай сорты болмасын, сіздерде тек суға, тек
қана суға тамырланады, күшті тамырланады. Тек суға древесный уголь не активированный уголь тастап жібересіз, болды. Менің случаямда бұл древесный уголь болды ең біріншісі. Одан кейінгі суды алмастырған кезде суды тазалап тұру керек. Активированный уголь салдым, сонымен осылай тамыры әдемі болып тамырлап алған. Қазіргі топырақта өскені 2 есе болып тұр енді. Мен өзім тәжірибеден оңай өткізетін болғандықтан, мынау старый тамыры болған. Осы старый тамырымен мына жерге дейін старый тамыры келіп тұрды, мына жерге дейін ғана. Содан жағынан жаңа тамырлар шығарды суда и топырақта ары қарай өсті. Мынау ұзын бір жапырақ. Негізі сіздер новичок болсаңыздар, бірінші бастап жатқан гүлді енді баптап жатқан кісілер болса, мынандай бір ғана жапырақпен алмаңыздар отростик. Міне мен бір жапырақпен, бір болсын, 2 жапырақпен болсын, жалпы алам деген кісілерге мына жерде бір 2 сантиметр не 3 сантиметр жоғары қарай істесеңіздер, мынандай побегтің оянуы тез болады. Мынау өсу жас өскінінен еще тамыр воздушный, и мына старыйнан еще тамыр воздушный келеді. Ең бірінші кез келген монстера сорты сіздерде өскін берген кезде мынандай ғана кішкентай ғана шығарады мына жапырақты. Одан кейін уже сортына ене бастайды, жапырағын үлкейтеді жағдайына қарай. Ол мынадан кейінгі шығарған жапырағы міне уже өзінің маточный несі сияқты қатты және варигатный өте күшті сақтады. Мынау үшіншісі. Мынау екінші, то есть екінші, мынау үшіншісі болып есептеледі. Өйткені мына кішкентай жапырақты қостық қой, бұл бірінші шыққаны. Әрі қарай тоқтамай өсе беретін болады. Бұны міне осылай ары қарай өзінің фитиліне отырғызамын қазір. Және де мынау сорт, міне бұда тамыр көптеу. Өзі суда да тамырын тез шығарған болатын. Өйткені бұл узыл ірілеуі. Көрдіңіз ба? Астыңғы жағынан алғаннан кейін толстой сразу бірінші жапырағы мынандай үлкендеу қылып шығарды. Өйткені мына жерде узыл, яғни стволы ірі болды. Сондықтан да ірі қылып шығарды. Екінші жапырағының ірілігін көріңіздер. Сразу варигатный сорт. Сортында как будто мына жерде бір шұңқыр, и мына жерде көріп тұрсыздар да, 3D эффектпен шығады. Короче, варигатный сорттың не үшін қымбат және де ерекше болып әдемі болып өсетінің себебі, қарасаңыздар, камерадан передается, не передается, өздеріңіз алып көрген абзал 3D эффектпен жүреді. Қараңыздаршы, как будто ішінде бір ойық бар сияқты живой көрсеңіздер. Мына жері жұқа, мына жағы қалың, мына жағы жұқа, мына жағы қалың, ерекшелігі сол. Енді келесі жапырағын күтіп отырмын. Міне мынау үшінші жапырағы шығып келеді. Мынаны қосқан кезде осы енді 4-5 жапырағынан бастап осылай жыртылып өсетін болады. Егер сіздерде жарық деңгейі өте жақсы болатын болса, біріншіден, екіншіден қоректік деңгей топырағында жеткілікті болатын болса, үшіншіден дұрыс таңдалған құмыра болатын болса, монстера гүлі көтере алмайды. Қатты сухость, яғни былай айтқанда қатты құрғақтықты көтере алмайды, және де қатты влаганы көтере алмайды. Влагадан сразу шіріп кетеді. Сразу прям ойланбайды, шіріп кете салады. Ал неден? Құрғақтықтан тамырлары өспей қалады. Сонымен осындай фитильге отырғызамыз. Фитильный поливтің шнуркасын саламыз. Фитиль болсын, жалпы автополив болсын, жалпы обычный құмыра болсын, барлығына өтініш астына дренаж ретінде пеностекло салыңыздар. Мен обычный дренаж қолданбаймын. Керамзит монстераға мүлде қолданбаймын, басқа гүлдерге қолданамын. Міне шнуркасын бекітіп, екеуі де суға батып тұратындай етіп аламыз. Біріншіден, екіншіден астына бір слой міне осындай. Өйткені бұл ылғалдылық сақтап тұрады, ал монстераның тамыры ылғалдылыққа тартылып өседі. Яғни бірінші очередь мынау слабый ылғалдылықты ұстап тұратын болса, астында кәдімгідей су тұрады, сол суға қарай тартылып өсетін болады. Фитильный полив міндетті түрде керек, яғни қоректік су. Мына жерде қоректік су тұрады, соған тартылып тамыры өседі. Енді бір слой топырақ саламыз. Өзінің шыққан топырағын, егер ол 6 айдай тұрған болса, мен сразу қосамын. Егер гүліңіз 2 ай мен 6 ай аралығында осы топырақта болған болса, мен оны қосып жіберемін. Ал егер гүліңіз 6 айдан артық отырған болса, осы құмырада,
осы топырақта да, мысалы ескі топырағымда ол кезде мен оны осылай қосып жібермеймін. ол кезде уже таза минералды топыраққа отырғызамын. Енді біз қазір ішінде бұның осмокот бар дедік. Енді стартовый витамин қосамыз. Стартовый витамин порошок, бұған да отдельно осмокот екеуіне видео арнаймын. Сол жерде анықтап көрсеңіздер болады. Стартовый деп айтқан атында тұр. Ең бірінші алғашқы 2-3 аптасында көмектеседі. Астындағы бір слой топыраққа салмаймын витамин. Міне, одан кейгісіне салам. Енді бұл менің өзімнің отырғызу методым. Сіздер сразу бірге араластырып, бір слой топырағына да салып жіберсеңіздер болады. Міне, бір слой топырақ салдық. Шнуркасы көрініп тұр, көрдіңіздер, осыдан су жібереді. Енді мына тамырды салып көреміз. Міне, әдемі тұр. Қатты тереңдікте емес, қатты бетінде емес, жақсы тереңдікте отырғызып, үстіне топырағын салып, ары қарай отырғызатын боламыз. Міне осылай отырғызып болдық. Міндетті түрде отростик черенки отырғызған кезде кескен жеріңіздің стволын жабуға болмайды. Бұл қатаң қадағаланатын жағдай. Екіншіден, күтімді қалай жасаймыз? Стартовый витамин қосылды, ішінде осмокот бар. Сразу суарған кезде стартовый витамин көмектесетін болады. Не үшін стартовый витамин және осмокот қосып жатырмыз? Себебі уақытын экономдағысы келген адамдар, қайта-қайта витамин алып жүргісі келмейтін кісілер осмокот пен стартовый витамин алсаңыздар, қалталарыңызға жеңіл, қатты қалтаны қағып түспейді, және де көп вазит етпейсіз. Яғни айтқанда, былай айтқанда, гүлмен әуреленбейсіз. Бір витамин салып қоясыз, болды. Бұл біріншіден. Екіншіден, фитильный полив астынан су берген кезде, қанып отыр, астындағы су былайынан өткен кезде стартовый витамин осмокот жай көмектеседі. Осмокотты саласыз, 2 аптадан кейін ғана барып, шариктері жұқаланып, витаминдер бөлініп отыратын болады. 7 ай мен 9 ай аралығында, 5 ай мен 6 ай аралығында, 3 ай мен 5 ай аралығында көмектесетін осмокоттардың түрі болады. Яғни өздерінің ішіндегі витаминді құйылу деңгейіне байланысты. Бірінші сақталатын қағида осыны жаппаймыз. Екінші сақталатын қағида отырғызғаннан кейін 4-5 күнге дейін су бермейміз. Үшінші сақталатын қағида отырғызғаннан кейін міндетті түрде лимон қышқылымен пирексті суға, 1 литр суға бір қасық лимон қышқылы, 1 қасық пирексті 1 литр суға салып, мынаның жапырақтарының барлығына сеуіп, артынша тазалап құрғақ шүберекпен не мақтамен сүртіп шығамыз. Монстера гүлі жапырағында шаң тұрғанды өте ұнатпайды. Былай айтқанда, монстера гүлі басқа гүлдерге қараған кезде жапырағымен 2 есе демалады. Былай айтқанда, ауа жұтады. Сондықтан монстера гүлін осылай тазартып тұрамыз. Монстераға витаминді беруге болмайды. Именно варигатный сортына, ол варигатныйсын жоғалтады дейді. Және де осмокотты қосуға болмайды дейді. Мен бұл ақпаратпен келіспеймін. Себебі бұрынғы отырған мына 2-3 жаңалап жапырағын шығармай, бутон ашпай, осы 6 ай бойы осы топырақта отырғанда ішінде осмокот болды. Яғни мөлшерлеп өзінің витаминін шығарып отыратын. Одан ешқандай варигатын жоғалып кеткен жоқ. Міне мен сіздерге тағы бір дәлел көрсетем. Міне ең жоғарғы череновы, яғни ешқандай кесік жоқ, көріп тұрсыздар. Ең бірінші осындай бір штук тамырымен, то есть осындай бір жапырағымен алғам төбесінен. Бір жапырағы мынандай ұзын өзінің родной тамыры болды. Соны кесіп алдым да төбесінен отырғыздым. Мынаусын мен абайсызда кесіп алдым, өзім, то есть сындырып алдым. Одан кейінгі шығарған мынау жапырағы, міне мына бір жапырақпен алдым. Міне өзінің родной жапырағы, төбесінде тұрған ешқандай жыртығы жоқ, но варигатность әдемі.
Одан кейін мына жерден боковой побег берді. Сол боковой побегтің мынау біріншісін мен енді шығып слабый болып тұрған кезде сындырып алдым байқамай. Екінші шығарғаны міне варигатность. Вообще классно варигатность қой мынау деген. Вообще топ ғашық боласың сразу мына жапыраққа. Сувенир қылып алып қоясың. Одан кейінгісі міне чисто әппақ. Мынаны қара. Вообще күшті сақтап жатыр сорт. Варигатный сортын таңдайтын кезде, сатып алатын кезде міндетті түрде мына стволындағы мынау тұрған ала жасылық осыған қараймыз. Бірыңғай стволы жасыл болып тұрып сізге бұл варигатный сорт деп сататын болса, не бағасын түсіріп келсеңіз, не мынандай варигатныйсына қарап аласыз. Таза жасыл болып тұрған алмаймыз, өйткені ол жаңалап жапырақ шығарған кезде міндетті түрде таза жасыл шығарады. Ол сортын сақтай алмай қалады ары қарай. Бірыңғай жап-жасыл болып қалады. Сондықтан мынандай ала болып тұрғанына қарайсыздар, міндетті түрде аласы жақсы сақталған, черенок кішкентай емес, үлкен, кішкентай, средний болып тұрса да бағасына келісіп ала бересіздер. Өйткені ол ары қарай ала сортын тоқтатпай шығара беретін болады, және де жыртылып өсетін болады. Ары қарай күтімі күшті жасасаңыз өсе береді. Тағы да бір сұрақ келеді комментарийде, көп қой сұрақтар менде. Инстаграм болсын, жалпы ютуб болсын, ватсап болсын. Міне қараңыздар, фитильный полив болмаса обычный құмыраға отырғызуға бола ма? Қарапайым құмыраға отырғызуға болады, егер сіз тамырына сай таңдай алсаңыз. Мысалы, мынаның асты тесік емес. Мен осыған отырғыздым, ең жоғарғысын, азғандай тамырымен. Енді міне тамырлар көрініп, әдемі өсіп келе жатыр. Майда. Көрдіңіздер ме? Тартылып. Асты тесік емес. Яғни айтқанда, бұл мен закрытый системада өсірдім. Обычный стакан. Міне. Ешқандай фитиль ештеңкесі жоқ. Опять закрытый система отыру, яғни жабық ыдыста өсіруімнің себебі, мына су жүрген кезде астына барып тұнады, ылғал жоқ. Мына аяқ бірінші кебетті, мына жаққа келіп жай баяулайды, мына жақта келіп тұрып тұрады. Сол кезде мына жаққа қарай, тамырына қарай, тамыры осыған тартылып өседі. Оның бір дәлелі міне. Ең астына жүгіріп кеткен ғой. Хотя мен мына жерге дейін топырақ, сосын барып тамыр салдым, сосын гүл. Соның өзінде қараңыздар, астына бір-ақ барды бір айдың ішінде. Өйткені суға тартылып өседі. Монстераның бұл өзінің қасиеті. Екінші сұрақ келеді. Обычный тоже мынау монстера. Бірақ жыртылып өсетін сорты, соның мынау простига. Ең төбесі мынау алған. Сол міне тоже жабық ыдыста отыр. Обычный стакан. Тоже әдемі өзіне лайықты таңдалған. Неде топырақта отыр. И міне басында осы бір жапырақпен, мына кішкентай біреу, мынау біреу. Осы екі жапырақпен артынан тағы екі жапырақ шығарды. Мынау мен мынаны. Міне жағдайы жақсы. Самый главный гүлге өзіне лайықты топырақпен тамырына сай құмыра таңдалса болды. Ол құмыра разница жоқ. Қандай болады? Ол сізде өсе беретін болады. Енді жақсырақ, әдемі, күшті өссін десеңіздер, фитильный полив и автополив. Айтамын, тағы да құмыраны солай таңдайсыздар и жаңағыдай топырақ құрамын дұрыс жасасаңыздар болды. Тағы бір сұрақ келеді. Ал енді суда тамырлаған нәтижесі қандай? Шынымен суға тамырланды ма? Или сіз басқа методпен көрсетіп отырсыз ба? Бізде суда тамырланбайды деп маған дабыл қағатын кісілер бар. Міндетті түрде суда өсірген кезде ең бірінші древесный активированный угольді саласыздар. 2-3 мәрте үстіне доливать етесіздер, яғни суды тек үстінен құясыздар. Мына суды тазалап, жуып, тревожный қылып, жаңағы тамыр ең шығып жатқанда алып, салып, оны сындырып, ешқандай гүлді қинамайсыз. Осы да тұрады, тамыры міне көрініп келе жатады. Сөйтеді, үстіне сәл су құйып қоясыз, ішіп алады, сәл су құйып қоясыз. Сөйтіп 3-4 рет қайталайсыз. Артынан оны төгіп тастап, бір ай, 2 ай өткеннен кейін толықтай тазартып, таза су құйып қоясыз. Болды. Міне мысалы мынау соңғы астындағы өскен тамыры болып, мынандай осындай ствол қалды менде. Ешқандай жапырағы жоқ. Сонымен мына жерінен бастап қидым. Міне осы жерінен бастап қидым. Мен басында бұлай төңкеріп салдым. Мына жерден салдым. Ешқандай шығармай қойды. Мына ескі тамырдың жанына бере ма деп осылай төңкеріп салғанда ешқандай шығармай қойды. Негізі кесілген басы жоғары жағы мынау болған. Сонымен
мына жағынан бастап салып көріп едім, жаны мына жерде жоқ қой, содан тамыр бермей тұр ма деп, керісінше салып көргенімде астынан тамыр берді. Міне старый тамыр тұр ғой, қап-қара, содан жаңа тамырлар шығарды. Тамыр шығарған, міне мынау уже жасыл болып баратқаны, бұл уже 1 ай өткен тамыр. Жасылдың ұшы әппақ, міне әппақ тамырлар, бұл міне 2-ші айда шығарған тамырлары. Сразу 2 побег берді, яғни 2 өскін. Мынау өскін міне ең бірінші жапырағы міне кішкентай, мынаның 2-ші өскіннің ең кішкентай жапырағы міне, и 2-шісі міне уже большой, міне жарты қолымның жартысы. Ол дегеніміз, значит, бұл сортын сақтап тұр, өте үлкен. Монстера делициозная, ол ең үлкен сортын әдемі сақтап тұр деген сөз. Қараңызшы, жүрек қалай әдемі шықты. Қарапайым су, ешқандай ештеңесі жоқ. Монстераға ең бірінші правило, ешқандай витаминді құйып ештеңе істемес, міне әшейін қарапайым су. Енді ол топырақтың астынан алынғаннан кейін жалпы қандай гүлдерді отросткімен алған кезде древесный активированный угольді қос деп айтатын себебім, залалсыздандыру мақсатында өткен сіз оны кестіңіз ғой. Кескен құралыңыз қандай болды, одан зиянкес түскен жоқ па, жалпы топырақтан зиянкес түспейтпей ма? Судың да құрамында қазір өте көптеген бактериялар бар. Солар да зиянкес келтіріп, зиянкес түсіп, содан да ары қарай гүліңіз өспей қою қаупі бар, отростиктан да. Сол үшін сақтанамыз. Древесный не активированный угольді қосып. Міне монстераның барлық күтімі осылай. Айына 1-2 рет монстераны душқа апарып шомылдыратын болсаңыздар, вообще күшті. Айына 1 рет апарыңызшы душқа, әдемілеп ысқылтым суға шомылдырасыз. Екіншіден 1 литр суға лимон қышқылының 1 қасығын, 1 қасықты живой лимон сықсаңыз болады, порошогын қоссаңыз да болады, аптека нелерде сататын базарларда. Сосын перикстің 1 қасығын қосасыз, екеуін әбден араластырып ерітіп күшті қылып аласыз да, сонымен жапырақтың бәрін 1 айда 1 рет. Ол бір жағынан жапыраққа витамин болып есептеледі. Екінші жағынан лимонный кислота мен перикс бактерия, вирус, зиянкестерден қорғайды еще. Өйткені монстера өзіне зиянкесті көп жиі жұқтыратын гүлдердің тұқымына жатады. Сондықтан оны солай қорғайсыздар. Бұл өте күшті. Егер осы правиланы сіз тоқтатпай 6 ай бойы, 1 жыл бойы жасайтын болсаңыз, сіздің монстераңыз көз ілестірмей керемет өсетін болады. Барлық монстераға керекті ақпаратты бердім деген ойдамын. Ұмытып кетіп жатқан жағдайларым болып жатса, тағы да қосамын алдағы уақытта. Енді ақпарат полезны болса, барлық ойларыңызды комментарийде, сұрақтарыңыздың барлығын сұрай беріңіздер, қысылмай. Мен всегда 1-1, ешкімнің комментарийі без ответ қалған емес. Каналым ашылғаннан бастап сіздердің барлықтарыңызға мен жауап қайтарып келе жатырмын. Әлі де қайтара беремін иншаллах. Сондықтан барлық не түсінбей жатсыздар, нені тағы да сіздерде бар, жоқ, соның барлығын сұрай беріңіздер. Келесі видеода кезіккенше қош сау саламатта болыңыздар, және де келесі видеода қандай ерекше гүлдің сортына күтім күтесіздер, соны тоже желанияларыңызды комментарийға айтып өтіңіздер.